соңғы кезде Ресейдің орыс тілді интернетте бірқатар инвестициялық жобалар іске қосылып жатыр. Бұл жобаларға деген халықтың қызығушылығы да өте жоғары. Өйткені бұл жобалар жаңағы салған ақшаңызды еселеп қайтарып беруге мүмкіндік жасайды. Сондықтан да бұлар халықтың қызығушылығы өте көп. Бірақ егер талдау жасап қарайтын болсаңыз, бұл жобалардың бәрі де қаржы пирамидалары. Дегенмен де қаржы пирамидалары біздің ойымызша, біз ойлаймыз, қаржы пирамидасы деген негізі алаяқтық жоба. Адамдардың ақшасын алдап алуға бағытталған. Біздің елімізде де көп осындай алаяқтық қаржы пирамидалары болған, қазір де бар. Соңғы кездерге дейін мысалы адамдар алданып ақшаларын айырып қалып жатқан жағдайлар бар, кездесіп жатыр. Бірақ соңғы жылдарда мысалы ағылшын тілді батыс елдеріндегі мысалы интернетте осы қаржылық пирамидалары, өңін айналдырған қаржылық пирамидалары, инвестициялық жобалары іске қосылып жұмыс істей бастады. Ресейдің жаңағы кәсіпкерлерінің алып келіп отырғанында сол шетелден келген қаржылық пирамидалар. Бұның айырмашылығы неде? Бұлар алдына жаңағы алаяқтар сияқты бірден адамдардың ақшасына алдап алып қашып кетеміз деген мақсат қоймайды. Бұлар алдына мақсат қояды, жұмыс істеп осы жоба арқылы ақша табамыз және басқа адамдарға да ақша табуға мүмкіндік жасаймыз. Сондықтан да бұндай жобалар біраз уақыт жұмыс істейді. Мәңгілік деп айтуға болмайды. 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылға дейін жұмыс істеуі мүмкін. Және бұл жобаға қатысушы адамдардың көпшілігі, алғашқы кезде қатысатындардың көпшілігі жақсы ақша табады. Сондықтан бұл жобаларды негізі қаржы пирамидасы дегеннен гөрі қара касса деген, черный касса деген бізде ойындар болды. Бұрын ертеректе кеңес заманында ойнайтын бір мекемеде істейтін адамдар бірігіп өздері ортадан ақшаларын жалақыларынан жинап салып отырады, жинап сол жиналған ақшаны кезекпен алып отырады. Мынау да сол сияқты. Мен соңғы 1-2 күнде осындай бір жобалардың біріне қатысқан болатынмын. Мен жалпы инвестициямен айналысам, бірқатар инвестициялық портфельдерім бар, жақсы табыс жүреді. Мынау жаңағы агрессивті жаңағы инвестициялық жоба деп аталады. Агрессив, яғни айтқанда бұлар тәуекелі мол, бірақ ақшаны көп түсіреді. Көп түсіретін жаңағы процент жоғары жобалар. Сондықтан да бір инвестициялық портфель осындан ашып көрсем деген оймен бастаған едім. Сіздерге мен қазір көрсетейін не екенін. Мінекей мынау дивиденді деп аталатын жоба. Міне менде 4 токен бар екен. 4 токен деген сатып алдым. Соның түсірген ақшасы мінекей 65 рубль 45 тиын. 65 рубль 45 тиын. Мінекей мен 26 тамызда бір токен сатып алып тіркеліп, сол күні жұмысымды бастаған болатынмын. Бір токен сатып алдым, мінекей 672 рубль түсіріпті сол күні. Келесі күні мен 3 токен сатып алдым, тағы да 885 рубльге. Келесі күні мынандай ақша түсіріпті. Қазір мен сіздерге лайк көрсетейін, былай мінекей. Міне келесі күн түсірген ақша мінекей. Бір күнде тәулігіне бір рет, негізі тәулігіне бір рет ақша түсіп отырады. 27 августта, 28 август кешегі күні мынаншама ақша түсті. Тәулігіне бір рет ақша есептеп түсіп отырады. Сонда әр токенге шаққанда мінекей 772, 772, 772, мынау 831. Міне осындай әр токенге шаққанда осындай ақша түсіп отыр деген. Сөйтіп, мен осы 2 күннің ішінде 65 рубль 45 тиын тапқан едім. Бұл енді бұлай қарап жатқанда көп ақша емес. Дегенмен бұл жобаның мақсаты мынадай. Бұл жобада мінекей қанша токен алғыңыз келсе, токен дейді, сонша алуыңызға болады. Мынада мінекей бір токен 300 рубль тұрады. 3 токен мінекей скидкамен 885, 10 токен, 30, 100 токен бар. Қанша сатып алғыңыз келсе, сонша сатып аласыз. Жобаның мақсаты мынадай. Мысалы, сіз 10 токен сатып алдыңыз. 10 токен сатып алдыңыз. 3000 рубльге.
3000 рубльіңіз бір ай, бір жарым айдың ішінде 2 еселенеді. Айтқанда 6000 рубль болады. 6000 рубльге толған кезде сіздің мынау токендеріңіздің бәрі өзі жойылады. Сіз ақшаңызды шығарып алып кетесіз бе, тапқан ақшаңызды, немесе басқа токен сатып алып жұмысыңызды жалғастырасыз ба, өзіңіз білесіз. Мен айтқанда сіз бұл жобаның мақсаты адамдардың ақшасын 2 еселеп беру, 2 еселеп қайтарып беру. Бұл енді былай қарап отырсаңыз, мысалы адамдар келеді, ақшаларын салып, токен сатып алып жатыр. Сол сатып алғаннан кейін тәулігіне бір рет бүкіл түскен ақша есептеліп, соған қатысушы адамдардың токендеріне байланысты мынадай қылып, жаңа көрсеттім деп, мынадай қылып, мінекей тәулігіне бір рет бөлініп отырады ақша. Беріліп отыр, бөлініп беріп отырады. Салған ақшаңыз мысалы 2 еселенгенге дейін жиналады да, 2 еселенген кезде сіздің жаңағы токендеріңіз өзінің жұмысын тоқтатады. Мен айтқанда сіз ақшаңызды алып кетесіз, содан кейін тағы да жалғастырып, басқа токен сатып алып, одан ары қарай жалғастыруыңызға болады. Яғни айтқанда жобаның мақсаты сіздің салған ақшаңызды 2 еселеп қайтарып беру. 2 еселеп қайтарып. Бұның тағы бір табыс көзі бар, бұл басқаша табыс көзі бар тағы да. Бұл табыс көзі партнерлік бағдарлама, әріптестік бағдарлама. Айтқанда сіз адам шақырсаңыз, 2 деңгейлі партнерлік бағдарлама жұмыс істейді. Адам шақырсаңыз, соған белгілі процент төлеп отырады. Сіз шақырған адамның тағы біреу шақырса, одан да сіз процент алып отырасыз. Сөйтіп өзіңіздің үлкен командаңызды құратын болсаңыз, одан жақсы табыс табуыңызға болады. Осындай мінекей 2 түрлі табыс көзі бар екен. Жұмыс істеп жатыр. Әзірге қызығушылар өте көп, тіркеліп жатқан адамдар көп. Мен де өзім тіркеліп, мінекей жұмыс істеп жатырмын. Енді алдағы уақытта, Құдай қаласа деп ойлаймын, тағы да бір 10 токен бе сондай сатып алсам деген ой бар бүгін мысалы. Әрине, бұл жобаға қатыспау әркімнің өз еркіндегі шаруа. Мен алдын ала тағы да ескертіп айтып қойғым келеді. Бұлардың бәрі қаржы пирамидалары. Яғни айтқанда бұлар ешқандай ақша тауып жатқан жоқ өздері. Сауда жасап тауып жатқан жоқ, немесе товар өндіріп тауып жатқан жоқ, қызмет көрсетіп тауып жатқан жоқ. Бұған ақша тек қана жиналған адамдардың осы токен сатып алудан түскен ақша, жиналған ақша, сол жиналған ақшаны адамдарға бөліп беріп отырады. Яғни айтқанда бұны ұйымдастырушылар өздері қалтасына салып алып отқан жоқ, бүкіл ақшаны бөліп беріп отыр. Ұйымдастырушының өзі де қатысып, жұртпен бірдей жұмыс істеп, сол қанша жаңағы токені бар, соған байланысты ақша тауып жатыр. Және шақырған жаңағы әріптестік бағдарлама бойынша соның процентін алып жатыр. Сол арқылы ақша табады. Не айтқанда бұл пирамида, қаржы пирамидасы 1-2 күнде жабылып қалады, ұйымдастырған адам ақшасын алып қашып кетеді деген мәселе жоқ, оны басы ашық. Ол адам бұның көбірек жұмыс істегенін, көп уақыт жұмыс істегенін, көп табыс түргенді қалайды. Сондықтан да бұл пирамида, қаржы пирамидасы, бұл жоба айтқанда адамдар келмей қалған уақытқа дейін жұмыс істейтін болады. Қазір енді адамдар өте көп келіп жатыр. Айтқанда алғашқы кезде өте көп келеді. Адам ақша тауып шығарып алып жатқан адамдар көп. Бұл пирамиданы, бұл жобаның, инвестициялық жобаның өзінің чаты бар, Telegram каналда. Соған тіркелгеннен кейін міндетті түрде соған қатысу керек. Сол чат арқылы жаңа бүкіл ақпараттар алмасылып отырады. Оның ішінде сұрақ бересіз, неше түрлі сұрақтарыңызға жауап аласыз. Басқа адамдар соны қалай шығарып алады ақшаны, қанша ақша тауып жатыр, қалай тауып жатыр деген сияқты соның бәрі сонда айтылып, пікір алмасылып отырады. Әрине, әркім өзінің қатысқысы келе ме, қатысқысы келмей ме, әркім өзінің жаңағы шешімді өзі қабылдайды. Әркім өзінің еркінде. Осы жобаға қызығушылық танытатын адамдар болса, видеоның астында сілтеме бар. Сол арқылы сайтқа кіріп, толық ақпарат алуға болады. Қалай жұмыс істейді, қалай тіркеледі, қалай ақша төлейді, қалай токен сатып алуға болады деген сияқты мәселелердің бәрін соған жауабын сол астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуыңызға болады.